Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін мына тақырыптарды қозғап кеткім келіп жатыр. Жатыр деп ё-майё. Достар, мына тақырыпты қозғап келдім. YouTube-қа видео түсіру оңай деп ойлайсыңдар ма? Қаншама еңбек кетеді. Лайк басып қоясыңдар, тіркелмейсіңдер. Сәлем достар, бүгін мына тақырыптарды қозғап кеткім келіп жатыр. Медицина тілінде емес, өзіміздің қазақи жеңіл түсінікті тілде. Яғни дисплазия. Дисплазия дегеніміз не? Жалпы оның емі не? Қалай кетіреміз? Ол қандай балаларда болады деген сияқты. Сосын тікенек дегеніміз не? Баладағы гипертонус дегеніміз не? Гипотонус дегеніміз не? Сондай тақырыптарды жеңіл медицина емес, өзіміздің қазақи жеңіл тілмен түсіндіру өткім келеді. Ол не, жалпы қалай кетіреді деген сияқты да. Давайте ендеше бастаймыз. Go! Так, бірінші дисплазияны айтып өтейін, достар. Дисплазия дегеніміз не жалпы? Дисплазия дегеніміз жалпы ұршықтың дұрыс дамымай қалуы. Ұршықтың дұрыс дамымай қалуы, немесе ұршықтың орнынан чуть-чуть тайып кетуі деген сияқты. Бұл қазақи тілмен айтатын, достар, медицина тілмен емес, қазақи тілмен түсіндіріп жатырмын. Первый, второй, третий степень деген болады, экранда көрсетілгендей. Ұршық орнында болады, немесе орнынан тайып тұрады, немесе чуть-чуть шығып вывих, подвывих деген болады. Немесе ұршық жоқ болады. Өшім балада екі жамбасында мысалы ұршық жоқ. Өшім түсіндіңіз ғой да? Немесе дисплазия дегеніміз, немесе баланың екі шаты ашылмайды. Баланың екі шаты ашылмайды, түсінесіз ба? Бұлай ашасыз, екі шаты до конца 180 градусқа ашылу керек негізі. Кішкене бүгіп бұлай ашқан кезде да. Ал балада ашылмайды. Значит, дисплазияның белгісі. Ол көбінесе бұл неден болады? Мысалы, айтып жатырмыз ғой, дисплазияның туа пайда болған және жүре пайда болған түрі болады. Жаңағы ұршық дамымаған, ұршық жоқ, немесе ұршық орнынан чуть-чуть тайып тұр дегенді рентген арқылы ортопед маманы біледі. Рентген арқылы онда да, рентген арқылы біледі ұршықты. Біреуде ұршық болады, біреуде ұршық кішкентай болады, біреуде ұршық өшім жоқ болады деген сияқты да, рентген арқылы біледі біз оны. Ал жаңа шаты ашылмайды дегенді аяғын бітеп, айналдырып, кішкене бүгіп, бұлай ашқан кезде 180 градусқа ашылмайды, значит дисплазияның белгісі бар деген сөз. Ондай жағдайда ортопед маманына қарату керек. Өзіңіз үй жағдайында біліп атсаңыз да, негізі 3 айынан бастап білу керек. 3 айынан бастап білуге болады. Балада дисплазия бар жоғын. Үй жағдайында. Үй жағдайында қалай білеміз, достар, соны біліп алайық. Ең бастысы үй жағдайында балада дисплазия бар жоғын сызықтарынан да байқауға болады. Сызықтарынан да. Мына жердегі екі шатындағы сызығына қарайсыз. Төмендегі сызықтарына қатты мән бермей қойыңыз. Главный екі шатындағы сызықтар бірдей болып тұрма деген сияқты. Немесе екі жамбасындағы сызығына қарайсыз. Түсіндіңіз ғой да? Екі жамбасындағы сызығына да қарайсыз. Сосын тағы да айналдырып көресіз. Баланың аяғын айналдырып қарайсыз. Айналдырғанда қалай? Нормально айналып тұрма? Біреулерді айналдырасың ғой, короче, ше? Айналдырасың, бірақ дұрыс айналмайды. Міне, бүйтіп айналдырып атасың. Кетпейді уже аяқ. Қара, не то да уже, что-то. Оппа, ондай жағдайда ортопед маманына қарату керек. Түсіндіңіз ғой? Осы үшін балаңыз 3 ай болды ма, для себя ортопед маманына қарату алсаңызшы. Жаңа айттым ғой, туа пайда болған және жүре пайда болғаны бар деп. Туа пайда болғаны көбінесе жаңа айтып отырмын ғой, ұршығы жоқ болып туылады, немесе ұршығы подвывих болып туылады деген сияқты. Туа пайда болғанда дисплазияның. Оны массаж плюс электрофорез обязательно. Массаж плюс физлечение. Ортопедтің нұсқауымен жасалады. И парафин. Ортопедтің нұсқауымен, дәрігердің нұсқауымен жасалады. Ал жүре пайда болған дисплазия көбінесе, жаңа айтып отырмын ғой, шат ашылмайды дұрыс. Көбінесе ол жаңағы бесіктен де пайда болып жатады, бесіктен. Таңертеңнен кешке дейін бесікке байлап қояды көбісі. Бесікке қарсымын деп жатқан жоқпын, ойбай. Санын көріп қалды.
бесікке қарсымын деп жатқан жоқпын. Қатты қысып тастайды да мына жерін ше. Содан кейін мына сіңірі тартылып қалады, екі шарттың сіңірі тартылып қалады. Жүрек пайда болған дисплазия содан да пайда болады. Түсінік қой, оны мына жаңа шат ашылмайды деген көп балаларда кездеседі. 3 курстан кетіруге болады. Жақсылап массаж десе, 3 курстан кетіруге болады. Бұған физлечение керек емес, тек массаж плюс ЛФК айналдыру арқылы. Түсінікті ғой да? Жалпы кішігірім түсіндірдім деп ойлаймын. Енді гипертонус дегеніміз не? Сол жайлы кішігірім айтып өтейін. Гипертонус дегеніміз. Гипертонус дегеніміз, достар, не ғой? Бала тасып қалады ғой бүйтіп ше. Кәдімгі қолдарын жұмып алады. Аяқтарын алып тырысып атады ғой. Соны гипертонус дейміз. Баланың шамадан тыс бұлшық етінің қатайып кетуі. Түсінікті ғой да? Балада гипертонус. Ол көбінесе іштен пайда болады. Гипертонус ондай жағдайда невропатологқа қаралу керек. Іштен пайда болады. Гипертонус дегеніміз жаңағы бала деппін ғой, анасы аяғы ауыр кезде жаңағы енді бірдеңе жетіспесе деген сияқты витамин, немесе жаңағы бірдеңеден қатты шошынып қорқып қалса, ауыр нәрсе көтеріп қойса, немесе құлап қалса ата-анасы да, немесе D3 витамин жетіспесе деген сияқты сондай жағдайлар іштен пайда болады. Қатты шошып қалса бала іште тырысып қалады да бүйтіп ше. Содан гипертонус пайда болады. Ол көбінесе гипертонус дегеніміз қалыпты жағдайда балада 4 айға дейін болады. Енді барлық балада бар ғой, бүйтіп қолын тырыстырып болады, дұрыс па? Көбінесе қалыпты жағдайда 4 айға дейін болады гипертонус. Қалыпты жағдайда сол 4 айында жайлап кете бастайды. Ал кейбіреулерде сол кетпейді. Гипертонус кетпейді. Оған массаж алу керек, обязательно массаж плюс ЛФК дәрігердің нұсқауымен. Бірінші невропатологқа барасыңдар, обязательно. Егер балада черепное давление болса, гипоксия болса, черепное давление болса, массаж жасалмайды да. Түсіндіңіз ғой? Ондай жағдайда, то есть дәрігердің нұсқауымен жасалады массаж. Өзіңнен массаж жасамайсыз, дәрігердің нұсқауымен жасайсыз. Түсіндіңіз ғой, гипертонуста не екен да? Гипотонустың айырмашылығын біліп алыңыз енді. Гипертонусты түсіндіңіз ғой, енді гипотонус. Гипотонус дегеніміз керісінше. Денесі бос болады, баланың денесі. Былқылдап, сылқылдап, міне. Баланың денесі бос, бұлшық еті де бос болады, денесі де бос. Былай жатқызсаң, былай жатады, былай жатқызсаң, былай жатады. Балада D3 витамин жетіспейді уже. Гипотонус бала. Түсініңіз ғой, бос денесі. Бұған срочный не қылу керек, массаж, общий массаж, ЛФК, сосын жаңағы айхеп бар ғой, айхеппен жарнама емес бұл, мен өзім істемеймін. Айхеп деген бір D3 бар, соны берсе жақсы көмектеседі негізі. D3 беру керек, күнге көбірек шығару керек, жаз болса, мысалы, жаздың күні деген сияқты. Болмаса қыстың күні D3 витамин беру керек, айхеп. D3, кальций деген сияқты. Массаж обязательно. Гипотонус пен гипертонустың айырмашылығын түсіндіңіздер ғой да? Бала бос болады гипотонуста совсем. Ал гипертонуста наоборот қатты болады. Мен түсінікті тілмен айтып отырмын деп ойлаймын, достар. Айтпақшы, каналға тіркеліп кетуді ұмытпайықшы. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңізші, достар. Сіздер үшін барынша түсінікті тілмен айтып жатырмын. Бастық па? Лайк бастыңыз ба? Каналға тіркелдіңіз ба? Рахмет. От души. Так, ендігі тақырып, енді жеңіл айтып өтіп отырмын. Жалпы бұған әр қайсына арнайы видео түсіргенмін. Каналымды көріп шықсаңыз. Енді жеңіл қазақи тілмен де айтып шығып отқаным ғой. Тікен дегеніміз не дейді жалпы? Тікен жайлы айтып өтейін. Жалпы тікенек дегеніміз не ол? Тікен дегеніміз түк. Түк, яғни жүн, баладағы жүн. Тікен барлық балада шыға ма дейді? Жоқ, барлық балада шықпайды. Жалпы көбінесе шығады. Барлығында емес та, бірақ ол түкті балаларда шығады әсіресе. 40-на дейін көп шығады, 40-на дейін. Маймен уқаласаң, кәдімгідей шығады. Арқасы, әсіресе екі жаным бар ғой, екі қолым. Осы жерін уқаласаң күшті шығады бар ғой. Жамбасын, екі алдын санын. Түсініңіз ғой, ол тікен ондай қатты қауіпті емес, бірақ бала мазасызданып жылайды сол тікеннен де. Түсінікті ғой да, маймен уқалап,
памперспен алып тастау керек. Маймен уқалап, памперспен алып тастау керек. Түсінікті ғой, бала содан да мазасызданып жылайды. Тікен дегеніміз жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Достар, давайте каналға лайк басып, осы неге тіркеліп кетейік, то есть каналға деп қойған, осы видеоға лайк басыңыз, каналға тіркеліп кетіңізші өтініш сізден. Солай достар, бүгінгі тақырыптар жеңіл медицина емес, өзіміздің қазақи тілмен түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Бұл мен айтқан тақырыптарға әрқайсысына бөлек-бөлек видео түсірілген, тереңдетіліп, менің каналымда, менің YouTube каналымда бар, көріп шықсаңыздар болады. Солай достар, келесі видеода кездескенше.